Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Думан Рамазан, соңғы дем. Нұрбек көрер таңды көзімен атырды. Терезенің сынығынан аңқылдаған салқын желден үй іші азынап тұр. Суықтан бойы тітіркеніп, көрпе астында бүрісе түседі. Шырмауықтай шырмаған ауыр ойдан арыла алар емес. Басы мең-зең. Төрде жатқан әйелі мен қыздары алаңсыз ұйқы құшағында. Нұрбек олардың ысырылып қалған көрпесін жапқысы келіп, басын көтеруі мұң екен, тұла бойы дуылдап қоя берді. Ой, жаным-ай, Құдай-ау, мұнша сорлататындай не жазып едім? Күйеуінің қинала шыққан даусынан оянып кеткен Гүлжан орнынан сылбыр көтеріліп, жанына жақындады. Ту, әбден мазаң қаштау, дызылдатып әкетіп барады. Жараның аузын ашып, тырналай бермесеңші. Жаным көзіме көрініп жатса, қайттейсің енді, деді Нұрбек тістеніп. Қане, мен ептеп сипап көрейінші. Жоқ, өзім ақ. Анар мен Жанардың үстін жапшы, салқын тиіп қалмасын. Түні бойы бұларға да ұйқы бермей мазаларын алдым-ау. Басқа бөлмеге жатыңдар десем, көнбейсіңдер. Ауырым жұғады деп қорқама, маңайлатпайды. Арыстай азаматым-ай, өмір-ай, бір уыс болып бүрісіп жатқанын қарашы. Көмейіне өксік тығылған Гүлжан теріс айналады. Балаларының көрпесін қымтап, киіне бастады. Нүке, мен сиыр сауып келейін. Шелегін білегіне іле салып сыртқа шықты. Гүлжан сиырын сауып, табынға қосты. Ошаққа тезек қалап жүрген қаншайым қарияны көріп, қасына келді. Есенсіз бе, әжей? Шүкіршілік, қарағым. Өз үй ішің аман ба? Нұрбек баламның денсаулығы жақсы ма? Бара алмай ұятты болып жүрмін, шырағым. Күйбең тірлікпен күннің қалай атып, қалай батқанын білмей қаласың. Bir жағынан немереміз ауырып, берекемізді қашырып жіберді. Түні бойы жағы сенбей шырылдап жылай береді. Күні құрғырда бұзылайын деп тұр ғой. Салқын тиіп қалған болар, деді Гүлжан қарияның сөзін қостаған болып. Жоға, Құдай, ой, ауырғалы қашан, бөбешегі екіге айырылып, танауының тесігі таңдайынан шығып, жарым-жан болып туды ғой байғұс бала. Аузымен ғана демалады. Кейде ауа жетпей қалама, әйтеуір біреу буындырып жатқандай, тыпырлап, қызара ісініп кетеді, деді қарт ана жанарына іркілген жасты жаулығының ұшымен сүртіп. Адам бола ма, болмай ма, білмеймін. Осының бәрі ай сайын жер дүниені сілкінтіп жатқан жарылыстардың әсері ғой. Иә, жарқыным, Мәдидің қызы биыл 7-ге шықты дегенге кім иланады? Әлі тұсауын кеспеген сәби секілді. Бұл сылқ етіп жүре алмайды. Атым емес ақыр заман болды ғой бізге. Нұрбектің де дерті содан болды ғой деп ойлаймын. Ана жылы шөпшілер бригадасында істегенде дегелеңнің маңынан шөп шапқан еді. Ыстықтаған соң салқындап алайын деп кішкене көлге шомылыпты. Содан ертеңінде жауырын тұсына кішкене жара шығып іріңдей бастады. Дәрігерге барып көрінсеңші дегенме құлақ асты ма? Қазір науқан кезі. Онсыз да жұмыс бастан асады. Болмашы нәрсе ғой, ештеңе етпес деп елемеді ғой. Ал жара күннен күнге ұлғайып, қыс түсе Нұрбектің өне бойына түгел қаптады. Содан қара алмаған дәрігері жоқ, ешқандай ем қонбады. Уақыт өткен сайын аяқ қолы семіп, қозғалудың өзі күшке айналып барады. Шашы жидіп түсті. Бір қабат терісі қураған теректің қабығы секілді қабыршақтанып тұр, деді Гүлжан көзіне жас алып. Нұрбектің құрдастары ғана көңілін сұрап, қарайласып тұратын. Азын-аулақ малдың жылдағы жем шөбі де солардың мойнында еді. Биыл өзіңіз білесіз, әлгі қанат ауырмай сырқамай асыл бөлді. Серік кенеттен жабысқан қылтамақтан қайтыс болды. Ал жайсаң Жетісу бойына қоныс аударды. Енді шөп түсіруде қияметке айналды. Сау жүргенде еркектің қадірін білмейді екенбіз ғой. Малға шөп түсіріп беруге көмек сұрап, Гүлжан совхоз директорына барды. Алайда еш жәрдем көрсетпеді. Үйіне қайтып келе жатқан Гүлжан су бетінде қалқып жүрген өлі шабақтарды көргенде әрі-сәрі күйге түсті. Қайран, шаған, бір кездері көздің жауын алатындай мөлдіреп, арнаңа симай, буыр қанып жататын арынды өзен емес пе едің? Ауылға тақай бергенде әлденені шоқып жатқан 3 құзғынды көзі шалды.
Гүлжан жақындағанда олар дүркірей көкке көтеріліп, жерде жүні жұлмаланып, шек қарны ақтарылған ақ көгершін жатты. Гүлжан үйге ақырын кіріп, «Нүке!» деді. Дыбыс жоқ. «Нұрбек!» деді даусын көтере. Үн жоқ. Жақын келіп, жүзіне үңілгенде, өңі аппақ қудай болып, көздері шарасынан шыға бақырайып жатқанын көрді. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.